Hello достар, сендермен Berry Pix және бүгін ағылшын тілінен оп-оңай S әрпінен басталатын сөздерді жаттайтын боламыз. Дайын болсаңдар, кеттік. Білесіңдер ме, сендер түгілі менің мысығым да ағылшын тілін оқығанға құмар. Не дейді? Мысық оқи ала ма не? Қойы? Давай бізде үйренейік та. Қойшы, мен морков жеймін. Отыра бер онда морков жеп. Ал мен болсам үйренем. Бірдеме айтсам бола ма? Я, айта ғой, не айтқың келіп тұр? Дегенді күтіп тұрсың ғой, я? Жоқ. Бұл жолы қоя тұр. Бізді подписчиктер күтіп тұр. Олар ағылшын тілін үйрену керек қой. Ендеше ағылшын тілін бастайық. Кеттік бе достар? Әрине кеттік. Оңай сөздер келіп түсті. Бүгін аяқталатын. Ал ендеше бастайық. Кеттік. Ақын сөздер келіп түсті. Енді осының айтылымдарын айтып, аудармаларын көрсете бастайын. Ең бірінші сөзіміз see. Көру деген мағынаны білдіреді. See to. Қадағалау. Бірдеңені бала қадағалау, немесе біреуді, адамды қадағалау деген мағыналарда қолданады. Одан кейін сөзіміз sit. Бұл sit деген ұрық себу деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл өсімдіктің не гүлдің ұрығын айтады. Sit деп ұрықты айтады. Өсімдіктің гүлдің ұрығын айтады. Және соны егу деген мағынаны білдіреді. Бұл зат есінде бола алады, етістікте бола алатын сөз. Sit деген сөз. Көрдіңіз ғой? Одан кейінгі сөз sit bed. Міне, бет дегенді бөлек алған кезде ол көрпе, төсек деген мағынаны білдіретін, жататын орын білдірсе, екеуі sit bed екеуі қосылып, өсінде салғыш немесе қалташық болып аударылатын болады. Одан кейінгі сөзіміз сида. Мына жерде көріп тұрғанымыздай air деген жалған тұр. Бұл зат есімге айналып кетті деген сөз білдіреді. Яғни зат есімге айналдырып жүреді бұны. Және ұрық себуші деген мағынаны білдіреді. Сида деген не? Ұрық себуші деген мағынаны білдіреді. Ал жағанағы сит деген сөзіміз ол ұрық себу деген мағынаны білдіреді. Көрдіңіз ғой, бұған air жалғану арқылы бұл зат есімге айналып кетті. Одан кейінгі сөзіміз sitting machine. Ұрық себетін машинаны айтамыз. Аппарат десек те болады. Ал келесі сөзіміз seatsman. Бұл жерде manді бөлек алатын болсаңыз, көбінесе бұл адам деген мағынаны береді. Ал көбінесе бұлар бір саланың мағынасында қолданатын кезде сөздің артқы жағына жалғанады. Мысалы sportsman, тағы басқа бір нәрсемен деп жатады ғой, cheapman деп. Соны етістікпен бірге зат есім екеуі қосылу арқылы бір саладағы адамдың мамандығын білдіретін сөз болып келеді. Яғни бұл жерде seatsman ол ұрық сатушы деген мағынаны білдіріп тұр. Яғни өсімдіктен гүлдің ұрығын сататын базарда көреміз ғой, өсімдіктің ұрықтарын сатып отыратын, дәндерін сатып отыратын адамды seatsman деп атаймыз. Келесі сөзіміз ол seek деген ол іздеу деген мағынаны білдіреді. Іздеу, бірдемені іздеу мағынада қолданатын етістік қана бола алады, басқа мағынасы жоқ. Одан кейін сөзіміз seem болып шығу, солай сияқты, сондай шығар деген. Орысша айтқанда касаться деген мағынаны білдіреді. Яғни сондай шығар, сондай болып шығу деген мағынаны білдіреді. Яғни
терең айтқан кезде өзіне адамның сенімсіздік тудыратын кезде қолданатын сөзді сим дейміз. Яғни сондай шығар, сондай болып көрген шығар. Анау мысалы Айдос кеше дәріханада болып шыққан шығар. Айдос немесе кеше дәптер сатып алған шығар, сондай шығар. Айдостың көлігі қызыл шығар, Айдостың ручкасы айданада қалып кеткен шығар деген мағынада қолданатын сөзді айтамыз. Яғни бұл өзіне сенімсіздік білдіретін сөзді мағынасын білдіреді. Бұл сим деген сөз. Сим. Ең соңғы сөзіміз қалды, ол сип деп аталады. Сип. Көрініп тұр ғой. Менің бүгінгі алынған сөздерім бәрі и-мен бітетін сөздер, яғни екі ені қатар келуімен жағанатын сөздерді алдым. Ең соңғы сөзіміз ол сип. Ағу толу деген мағынаны білдіреді. Яғни судың толып кетуі немесе басқа бір ыдыстағы заттың ішіндегі заты белгілі бір заты толып кеткен мағынада қолданады. Ағып кету, толып кету деген мағынаны білдіреді. Енді түсінікті болды деп ойлаймын. Каналға жазылыңыздар, міндетті түрде лайк басыңыздар. Егер де менің каналымда осы просмотр көп болса, мен де міндетті түрде осындай ең керемет сөздер және оңай сөздер шығаратын боламын. Сіздермен болған Берик X. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.